Міне қыздар, біз бір үлгідегі құрақты тігіп бітірдік. Яғни ол бізде екі көк, екі сары болды, ал мына үлгі бір көк, бір сары. Жалпы құрақ тіккенде өзіңіздің фантазияңызға қарай лентаны қалай тіккіңіз келеді, солай тіге бересіз. Ал мен негізгі қалай тігу керектігін сіздерге көрсеттім. Міне мына құрақтардың барлығы бір әдіспен тігіледі. Бастапқыда біз астарымызды алдық. Астарымыз бізде 20-20 сантиметр. Дәл центрін тауып аламыз. Сол центрына көзімізді қоямыз. Және де мен өзім қазір көз мөлшермен қоя берем, бірақ сызғышпен өлшеп шығасыз. Әр шетінде жаңағы көзіміздің басынан бастап астарымыздың аяғына дейін әр сол аралық 8 сантиметр болады. Центрі барлығы дұрыс болғаннан кейін біз инемізді қадап аламыз да шет-шетін тігіп шығамыз. Тіккен кезде өздеріңіз білесіздер, алдыңғы видеода сіздерге көрсеттім. Лапкамыздың бойымен көзін тігіп шығамыз. Одан кейін лентаны да көздің бойымен тіге береміз. Міне қазір лента көзіміздің шет-шетін тігіп жатырмыз, одан кейін лентамызды тігеміз. Өздеріңіз байқасаңыздар, ешқандай қиындық жоқ. Барлығы бір техникамен тігіледі. Қазір міне осы сабақты мұқият көріп шығыңыздар. Одан кейін құрақтарды бір-біріне қосуды үйретемін. Міне алдыңғы видеода біз ең алдымен көк лентадан бастасақ, бізде екі көк, екі сары болды, ал қазір міне сары лентадан бастайын деп жатырмын. Бір сары, бір көк, бір сары, бір көк сөйтіп тігіле береді. Міне қыздар, осылай тіге бересіздер, бір сары, бір көк, бір сары, бір көк, солай толық 5 қатарды тігіп шығамыз.
Видеода байқасаңыздар, менің кішкентай балам маған бір жағынан көмектесіп жүр. Олар көмектесеміз деп ойлайды негізінде. Не үшін мен бұл нәрсені айтып жатырмын? Өйткені жалпы баланы негізі сылтауратпай тіге беру керек. Жалпы өзіңіздің дамуыңызбен жалпы айналыса беру керек. Бірақ ол айтуға оңай, әрқашан ол іске асыру оңай емес. Бірақ сонда да әйел адам болғаннан кейін өз-өзімізді жоғалтып алмау үшін, әрқашан даму үстінде, өзімізге қызықты болу үшін негізі жаңа нәрсені үйреніп көре беру керек, және де тоқтамау керек. Ал өз-өзіне қызықты болған әйел адам, ол міндетті түрде өзінің асыл жарына да қызықты болады деп ойлаймын. Міне мен ар жақта бірнеше құрақтарды дайындап тастадым. Қазір сол құрақтарды қосамыз.
Міне қыздар, біздің барлық құрақтарымыз бітті. Қазір осы үлгіде құрақтарымызды қосатын боламыз бір-біріне. Жалпы мен тек қана бір үлгіні көрсеттім, ол жастық үлгісі. Ал егер көрпеше тігетін болсаңыз, дәл осындай құрақпен тігесіз, тек қана сіздің құрақ саныңыз көп болады. Егер дәл осы үлгіде сіз көрпеше тігетін болсаңыз, сіздің көрпешеңіз өте әдемі болады, және суреті де өте әдемі шығады. Міне мынау екінші үлгіміз. Екінші үлгіде ортасында міне осындай сурет болады. Қазір осының барлығын қосып тігетін боламыз. Міне байқасаңыз, екі құрақты мен тігіп қойғам. Қазір міне осы екі құрақты міне осылай бір-біріне қосып, инемен қадап алып, осы линияның бойымен тігеміз. Ең бірінші инемен қадап аласыз, сіздің маталарыңыз бір-бірінен алыстап жылжып кетпес үшін. Міне инемен қадап аламыз бірінші. Одан кейін ең алдымен басында бір рет закреп береміз. Закреп деген білесіздер ғой, алдыға жүреміз, соны артқа жүреміз. Сөйтіп, соңына дейін тігіп шығамыз. Соңында тігістің аяғында тағы да бір рет закреп береміз. Яғни алдыға қарай тігіс жүргіземіз, кейін артқа қарай тігіс жүргіземіз. Содан кейін жіптерімізді қиямыз. Міне қосылды. Дәл солай міне төртеуін барлығын бір-біріне қосамыз. Дәл солай тігіледі, тек қана ұзындығы сәл бөлек, ұзындырақ болады. Міне инемен қадап аламыз. Қайтадан дәл солай басында бір рет закреп береміз, және де соңында бір рет закреп береміз. Міне қыздар, толықтай барлық шетін қосып шықтық. Төрт құрақты бір-біріне қостық. Міне осындай әдемі сурет шықты. Көрпеше тіккенде де дәл солай. Осындай төрт құрақ тігіп аласыз, қосып аласыз. Қайтадан төрт құрақты тігіп аласыз, қосып аласыз. Барлығын бір-біріне қоса саласыз. Міне мынау келесі сурет. Дәл солай бірдей, екі шетін бірдей алып, инемен ең алдымен қадап аламыз. Одан кейін закреп береміз. Тіккен кезде басында бір рет, соңында бір рет закреп береміз. Екі құрақты қосамыз, одан кейін төрт құрақты бір-біріне қосамыз.
Міне қыздар, тігіп болдық, барлығын бір-біріне қостық. Осындай әдемі сурет шықты бізде, байқасаңыздар. Құрақ көрпешені дәл осылай тігесіздер, тек олардың саны көбірек болады. Не осындай әдемі құрақ шықты. Қазір шет-шетіне мата қосуды көрсетемін.